баспасөз беттерінде жарияланып жүрген неше түрлі хабарлардан әлдебір жан түршігерлік рухани күйзелісті көресің. Ал солардың бәріне адамдардың ет үйреніп, тітікенбеуі, шіміркенбеуі, ештеңе болмағанда жайбырақат жүріп одан бетер зәремді алады. Мен ойлаймын, мына заманда қарапайым жағдаймен шектен тыс құбылыстың мыйдай араласқан тұсында дерт пен денсаулықтың ортасына шекара қою мүмкін емес. Айталық, бір тісің ауырып аузыңа симай жатса, ол патология. Ал күні кеше күйіп жанған ғашықтар мен қанды көйлек достар аяқ астынан бір-біріне опасыздық жасап жатса, патология емес. Бұл тіршілікке тән қалыпты жағдай. Және осындай ұғымға да, қағидаға да етіміз үйренген. Әйтпесе, адамгершілік мұратыңды сатудан артық патология болуы мүмкін бе? Бүгінгі адамгершілік мінезділік. Өзіңнен басқаның бәрін иттің етінен жек көретін өлермен өзімшілдік, жексұрын мақтаншақтық, жанашымас қатыгездік, мейірімсіздік, іштарлық патология емес пе? Бойындағы міні шашынан көп болса да, өз-өзімен күресіп жүрген бір адамды көрмейсің. Көшеге шығып, 100 адам тұстап алып сырлассаң, 100-і де әлдегімнен қиянат көрушілер болып шығады. Сонда қиянат жасаушылар қай жақта жүр? Өмір күрес. Өмір күрес. Адамдар ең алдымен қара күшпен күресе бастады. Одан кейін неше түрлі қару-жарақ ойлап тауып, соғыс ашып, халықтарды қырғынға ұшыратты. Ал енді қатері одан да кем емес ақыл парасат майданы басталды. Егер бұл майданда ізгілік жеңіске жетпесе, адамзаттың рухани күйреуі басталады. Ғылым мен техниканың ең жоғарғы жетістігімен қаруланған адамды әлде бір сыртқы күш құртып жібере алмайды. Ядролық қатер, космостық апат жай әншейін аңыз ғана. Адам құрса, шегіне жеткен рухани күйреуден ғана құриды. Адам құрса, шегіне жеткен рухани азғындаудан ғана